мына Замзам деген қасиетті судың алдына келіп тұрмыз. Бұл Замзам суды Расул айтады, кім қандай ниетпен ішсе, ол сондай болады деген. Мысалы, дене ағзаңызда, ішкі құрылысыңызда бір бауыр дейміз ба, өт жолдар кейде кісілер сондай айтып жатады ғой. Алла сол өтіме немесе бауырыма шифаңды берші деп соны ақырындап іше беру керек. Алла шифасын береді. Немесе біреудің басында бір қиыншылықтар болып жатқан болса, Алла сол қиыншылыққа мені жәрдемші берсін. Мен саған соны дұға қылып сұраймын деп, бисмилла деп Замзам іше беру керек. Алла оны қиыншылықтан құтқарады дейді. Өйткені Расул айтты, Замзамды кім қандай ниетпен ішеді, ол сондай болады деген. Негізінде кез келген сусында отырып ішу керек, сүннет бойынша. Замзамда тұрып ішу керек. Осы судың қасиеттілігі сондай, құблаға қарап, жаңағы айтатын дұға тілегіңізді айтып, Алла, міне осы Замзам деп, жаңағы дұға тілек айтып ішкен кезде ол қабыл болады. Бұл енді Замзам ала берсе, 2 күннен кейін біз Меккеге жолға шығамыз, Құдай қаласа. Бұл Замзамның отаны Мекке қаласында. Енді мамандар айтуынша күніне 500 тонна су жеткізіледі екен Мәдина қаласына. Замзам. Бұл мешіттің сыртында да мынандай сулар бар. Бірақ кейде кісілер соны Замзам деп ойлап ана құйып жатады баклашкаға. Жоқ, ол Замзам емес, өткен жазып қойған ол жерге. Негізгі Мәдина қаласында Замзам су тек қана мешіттің ішінде ғана осындай мынандай бочкаларда болады. Сыртта ол Замзам емес. Ал Замзам ол Мекке қаласында. Енді қарасаңыз, мысалға біз Пайғамбар алейхиссаламмен қазіргі уақытымызды арамыз айта аламыз. Мысалы Расул алейхиссалам қазір мысалы 2022 болса, осының 571 жылында өмірге келген еді, Григорианский жыл бойынша. Оның алдындағы Иса алейхиссаламды айта аламыз. Иса алейхиссаламның қазір өмірге келгені 2022 жыл болды. Сонымен саналып келе жатыр ғой. Бірақ Иса алейхиссаламның алдындағы Муса алейхиссаламды біз айта алмаймыз. Әрмен қарай пайғамбарлар кете бер, оны айта алмаймыз. Қазір қанша ғасыр өтті арамызда. Бірақ бұл Замзам Ибрахим алейхиссалам заманында шыққан еді. Ибрахим заманында. Ибрахим алейхиссаламды хадисте Жаддул Анбия деп айтқан, пайғамбарлардың атасы деп аталады ол кісіні. Енді Ибрахим алейхиссалам қай заман, қай ғасырда тұр, біз қай ғасырда тұрмыз. Содан бері осы Замзам деген қасиетті шифалы су шығып жатыр. Ол бұлақ Мекке қаласында ол. Тура Сафа Марвада ала берсе біз боламыз. Сол Сафа Марваның ортасында сол Ажар анамыз баласын жерге жатқызып, ары бері су іздеген жерден шықты ол. Содан бері, демек, Медина қаласының өзінде 500 тонна күнделік жеткізіледі екен. Мына жақта қанша адам ішеді, Меккеде де қанша адамдар оны пайдаланып жатыр. Әр қажыға 5 литрден бүткіл қажыға тегін жіберіп жатыр әлемге. Сонда қарасаңыз, қазір соңғы үлгідегі жаңа технологиямен оны сорып жатыр дейді. Бұлақтан, Замзам суын. Бірақ Алланың құдіраты, бұл берекет бар. Бұл таусылмайды. Иншалла бұл қияметке шейін болатын су ала берсе, өйткені бұлда береке бар деген Замзамда. Жаңа айтқандай, демек айтқым келген жері Алланың құдіреті де сонша ғасырдан бері, Ибрахим алейхиссалам заманынан бері бүткіл адамзат осыны пайдаланып келе жатыр. Міне, сондай уақыт келді, біздің де ішетін уақытымыз келді, Аллаға шүкір.